Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, сізбен бірге костюм арнасы. Құрметті ағайындар, көптен бері енді FIFA Mobile түсірмей қойдым. Енді оның себептері бар, енді барлығын айтып түсіндіріп жатам. Енді көбісі сұрады FIFA Mobile түсірші братан, енді FIFA Mobile түсірші. Былай көріп жүрмін ютубта, білмеймін маңдай FIFA Mobile түсіретіндер көбейіп кетті ше. Бірақ енді өздері біледі, түсірсе түсірмесе қояды. Енді біз де бүгін FIFA Mobile түсіріп бір салып көрейік дедік енді. Мынау енді өзімнің составым, құрметті ағайындар, көріп отырғандарыңыздай мына жерде тұр. Бұл енді құрметті ағайындар, осы менің составым. Менің дегенде інімнің составы, інім өзі ойнап, күніге ойнап, короче, дамытып жүреді. Воротада Менди, ортада центральный защитниктер Дайер мен Берхуис. Правыда Дэвид Уолкер и Ступиньян. Бекхэм, Гризман, Рубен Диаш и левыйда Стерлинг, ортада Ричарлисон и правыйда Рафиня. Екі бразилецті алып қойдық. Енді құрметті ағайындар, біз қазір не істейміз? Событияларға кіріп көрейік енді. Так. Жоқ, бұл емес. World Cup. И құрметті ағайындар, біз қазір мыналарды бонусный приздарды бірінші көріп тастайық. Бесеу бар, бесеуін ашайық, көрейік. Біріншісі кетті. Ештеңе жоқ, кетті ма? Усилитель. Усилитель берді. Так, бұл жерде бізге 90 плюс түседі екен. 90 плюс ұстауға болады. Көрейік кеттік. О, бельгиец цап 62 бірақ. Бұлардың барлығы енді 66, енді 70-ке дейін барар, ары кетсе. Сенегал Арболеда дейді Матиус Куй. Цап 82, көрейік тағы да. Әлі үшеу бар. Так, ештеңе жоқ. Бұда да ловкость, скорость, анау көбей кеткендер. Тағы да көрейік. 50 мың теңге нормально. Это же надан түседі енді. Надан түседі. Кетті. Айттым ғой. Франция. Нападающий. Жиру ұстап алғансың ғой, короче. Жиру, Оливия Жиру. Мынау енді потолок жігіттер, лайктарыңды аямай басында. 6 миллион тұрады ғой, 6 миллион. Бесте 4 жұлдызда ұстап ала салдық бар. 5-ден 90 плюс, бірақ 102 түседі. Ужас мөліктер, ужас. Так, бізде тағы стадион кереміз, коллекция игроковтан да тағы біреу бар жігіттер. 108. Мынау енді Месси, Мбаппе, Альварес, Ричарлисон, Гризман, бәрі 108, короче, жігіттер. Бірақ өкінішке орай Криштиану Роналду жоқ. Көрейік. Месси, Мбаппе, немесе Модрич. Осы үшеуін біреуін берсе болды. Рахмет, FIFA-ға рахмет. Кетті. 1, 2, 3. Кетті, жігіттер, кетті. Кім?
Англия дейді ғой. Англия центральный защитник береді ғой. Стоунс, не істеймін Стоунс? Защитник бар ғой походу бізде. 108 маман, еба, 36 миллион тұрады. 36 мың стойка, не стойка? 36 миллион, ебать. Бай боласың, бай кетесің. Так, неге кіріп көрейік енді? Бірақ, зор Стоунсты қоямыз жіктер. Стоунсты қоямыз. Екі центральный защитникіміз АПЛ. Ема, Эрик Дайер, Стоунс и Дэвид Уолкер. Үшеуі центральный защитниктер біздікі. На жаққа ЦПшник Бекхэм қойып жіберсек. Айуан. Высший сорт қоямыз ба? Көрейік, высший Мессиде екен. Не өзгереді? Ештеңе өзгерген жоқ, сол қалыпта. Бекхэм мен Гулитті ауыстырып тастапты. Нормально. Так, Ричарлисон мен Жируды көрейік. Салыстырып, бірақ Жиру пайда қайда. Кім бізге Жируды қоймай-ақ қою керек. Енді осы составпен Division Rivals. Атака против атака көрейік. Мировой класс 1. Соперник іздеп жатырмыз. Соперник табылды. Аюб дейді. Марокко ғой, походу. Марокконың несі ма? Марокконың составын көріп жіберейік баланың. Ема, 111 Мбаппе, 111 Месси. Мынау теңде оқырмын ау, 111 Мбаппе мен Мессиді ұстаған оны жіктер. Ебай, оған қалай қарайсыңдар? Гулит істеші енді өзіңдікін. Еркек қой, еркек Гулит. Мяч потерян. Потеря болып атқан кезде бізге салып алу керек жігіттер. Мбаппе салып кетті ана жақта. Мбаппе мен енді Месси екеу тепсе болды, гол болатын сияқты ғой. Қалай тепсе де 111 деген енді страшно ғой жігіттер, өздерін көріп. Ойба, Ричарлисон өтіп кеткен көрдіңдер ма сендер? Мынау енді бергайсың. И тартса енді Рафиня, тарт деп тұрмыз ғой, тартта тепсеш. 5-2 Стерлинг. Ближнеге ғой, просто так ближнеге так тастайды. И Ричарлисон айналдырады ғой. Смело жігіттер, смело. Ричарлисон өтесін. Өтесін. Опа деп өтесін. И қада. Хорош. Счет 8-3. 8-3. Просто көтер. Стер. Тық деген. Дауысты естілсіңдер ма? Сетканың. Счет көрдіңдер жігіттер. Өздерің 11-3. Енді 5 шанс ұттық. Состав енді шүкір, бәрілігі жақсы, әдемі. Құрметті ағайындар, бүгінге осы жетеді деген ойдамын. Енді Құдай қаласа, тағы да қалап жатсаңыздар, алдағы уақытта видеолар полный шығаратын болады. Құдай қаласа, команда ретінде де айтқаным, алдын футбол істеп жүргенім, Құдай қаласа ертең балдарды жинаймын. Жақында да тағы видео шығады, күтіңіздер 1-2 күннің арасында. Енді FIFA Mobile түсір дейтін жандар бар болса, комментке барлықтарыңыздан қолдау күтемін. Давайте, құрметті ағайындар, видео ұнаса лайк басайық, коммент қалдырайық, ең бастысы каналға жазылып болыңыздар. Сіздермен болған Кастем арнасы.